Армысыздар. Мен бүгін балаларыма клубника в шоколаде жасап берейін деп жатырмын. Ол үшін бізге клубника қажет. Клубниканы алдын ала жуып, тазалап, бір-бірлеп сүртіп алдым салфеткамен. Осылай салфеткаға жайып кептіріп қойдым кішкене. 10 минут тұрады, 15 минут тұрады. Одан кейін бізге қажет шоколад. Қара шоколад пен ақ шоколад алдым. Шпажки қажет. Сосын мынандай кондитерский конфеттер қажет. Ол тек қана әсемдеу үшін ғана қажет болады. Одан кейін 2 ыдыс, мынандай шұңғыл ыдыс. Бұған біз шоколадты микроволновкада ерітеміз. Менімен бірге жасаңыздар, жасап көріңіздер. Қараңыздар, микроволновкада біздің шоколадымыз еріді. Осында болып шықты. Мынау біздің ақ шоколадымыз. Ақ шоколадымыз тез еріп кетті, қараға қарағанда. Енді клубникамызды саламыз. Негізі жапырағын алып тастасаңыздар да жақсы болады. Мен басында осылай жапырақпен жасап қойыппын. Бірақ кейін барлық жапырақтарын алып тастадым. Себебі менің балаларым кішкентай, жапырақтарын алуды ойламайды, бірге жеп қояды деп алып тастадым. Үстіне осылай кондитерский присыпка сеуіп қойсаңыздар, балаларыңызға ұнайды. Мына жерде кондитерский мешокты алып, қалып қалған шоколадтарды салып, жаңағы дайын тұрған шпажкаларда тұрған клубниканың бетін әрлеу үшін қолданамыз. Қыздар, біздің клубника в шоколадымыз дайын. Бірақ менің балаларым шыдамы қатыруға, холодильникке жарты сағатқа қоюға жетпеді.
Сондықтан біз осы күйінде жеп бастап кеттік. Ас болсын, балаларыңызды қуантыңыздар осылай.